Ayşe, Ау, не тамақ істеп жатсың? ет асып жатырмын. О, иісін ай. Мөлдір, Ау, келсек жаным. қоя тұршы, қолым тимей жатыр. Ей, сюрпризім бар, өгініп қаласың. Айта берші, сол жерде отырып ал. Келсек қасыма. Қоймады ғой сенде. Әй, не болды, шақыра бересің адамды. Ей, сюрприз деген екен, адам жетіп келмей ме екен? Қандай сюрприз ол? Сотканған? Аш. Қазір саған бір сумма түседі. Так. Ал, кетті. Қанша теңге бұл? Қарасай. Миллион! Күшті ма? Күшті ма миллион теңге? Телефон жағып кетпесін. Миллион теңге қашан болды бізде? Болған емес. Болған емес қой. Сен қой, вахтаға бармақ қой. Үйде болшы, осы жерде тапқаныңыз ішіп жейміз деп. Қара, вахтаға барып келдім. Барғаның жақсы болды ғой. Былтыр қайташы, карантин болып қалып, вахтаға бара алмай қалдым ғой. Әйтпесе бізде осы күнде 2 миллион болатын еді ғой. 1 миллион жақсы ма, 2 миллион жақсы ма? 2 миллион жақсы ғой. Әрине. Мысалы, біздің гаражда бір машина тұр. Иә. Сол машина екеу болса жаман ба? Әрине екеу болған жақсы. Біреу мен айдайын, біреу сен айдайсың мысалы. Иә. Мысалы, мына үйіміздің өзі қандай керемет, Иә. Осындай тағы біреуің болса, екеуің болса жаман ба? Квартираға беріп қоясың ба біреуін? Иә. Не болса да жүк-жүгімен болған жақсы. Оны, сол екеудің ортасында екеуің жайқалып қылпырап жүрсеңдер жаман ба? Иә. Не болды? Жаңа екеуің жүрсең екі ортада екі үйдің деп не айта алмай тұрсың, а? Екеуіміз дедім. Сорлы. Айта алмай отқан сол тоқалың ба? Ой, тоқал, қайдағы тоқал? Қойшысың, болды, айқаламашы. Миллион теңге бердің ғой, айқаламашы. Қайтейін берсең? 10 миллион берсең де тоқал алмайсың. Амайын бол, амайын, керегі жоқ. Армандамай-ақ қой. Қарасайшы да. Бұл вариантта өтпей қалды ба? Енді Анелияға не бетімді айтам? Ақшаны бәрі сыпырып бере саған барсаң. Енді істейм, Бека, досым, сынба, біз сенімен біргеміз. Родной, біз сенімен до конца тұрамыз, родной, сынба. Бека, 6 жылың 6 айда өтіп кетсін. 6 күнде дейсе. 6 күнде өтіп кетсін, Бека. Уайымдама. Родной, Бека, досы. Біз сенімен біргеміз, Бека. Уайымдама. Не істеп тұрсыңдар? Түрменің сыртында не істеп тұрсыңдар айқайлап? Не істеп тұрғанда? Бір досымыз ісі болып қап. Сонымен кет қабет сол кеп түрік. Тыныштық па, не бүлдіріп қойды? Бүлдірген алып баратын нәрселер жоқ. Біреуге справка алып беремін деп 5000 теңге алған ғой. Соны 6 жылға сотталды да кетті ғой. Сорлы бала. Жайына тыныш жүрмей ма адам деген? Қаяқтан білсін енді. Аға, сіз іште болғансыз ба өзі? Іштегісінесіз? Отырғансыз ба деймін. Астапыралла, Құдай сақтасын, немене? Жоқ ай, бір сұрап отқаным ғой. Мына іштегілер жайлы не ойлайсыз аға? Іштегілер? Ең бар іштегілерде. Іштегілер жатыр ғой өзімен өзі. Ешкімге зиян жоқ. Сендер сырттағылар туралы не ойлайсыңдар? Сен 5000 теңгені әңгіме қылып тұрсың. Ал ана миллиондап, миллиардтап жегендер туралы не ойлайсыңдар? Сыртта жүргендер. Қамалмай, ұсталмай жүргендер туралы. Не ойлайсыңдар? Ал. Ойламаппыз оны? Соны ойламайсыңдар ма? Ең бар ғой, жатыр ғой өзімен өзі. Тыныш. Кеп оның мазасын алып, айқайлап. Ұйықтасын да енді. Демалсын. Ойлансын шамалы, уақыт берсеңдерші. Бека, родной! Іште жата бер! Сырт былығып атыр, Бека! Біз сенімен біргеміз! Кеп тұрамыз, Бека, досым! Давай! Қызыл шай ішіп отыр! Бека! Алло. Ау? Үйдесің ба? Иә, үйдемін. Малға шөп салдың ба? Салдым. Қопта жақсы. Жақсы. Алло? Шатыр. Ау,
Малға су бердің ба? Бердім. Болды, жақсы. Жақсы. Алло. Қадыр, Ау. малға жем бердің ба? Бердім. Болды, жақсы. Жақсы. Ой, не болды? Қадыр, малды төлінен ажыраттың ба? Ойбай, ажыраттым, күнде істеп жүрген шаруамыз ғой, неменеге қайта-қайта сұрай бересің? Болды, жақсы. Ой, қатын. Өліп бітіп жаздады ғой. Шаруа қожалықтарының иелері жиналып алған. Жемге, шөпке талас. Айқай шумен жүріп өйтіп. Жем шөп алдым. Қалай малға шөп салдың ба? Салдым. Жем бердің ба? Бердім. Су ше? Бердім су. Дұрыс болған екен. Ананы төлінен ажыраттың ба? Ажыраттық. Бопты, дұрыс бопты. Ой, пырмай, кейде ойланам да, неге мал боп туылмадым деп ше? Не боп қалды? Не боп қалды? Айналайын, малыңның жағдайын 1000 рет сұрап, менің жағдайымды бір сұрауға жарамадың ғой? Сенің жағдайыңды не үшін сұрайын мен? Неге сұрамайды екесің? Мен сенің айналайын Алла қосқан қосағыңмын. Сұра жағдайымды. Тоба. Сенің жағдайың бетіңнен көрініп тұр ғой? Айтпай қана бетіңе шығып тұр ғой жағдайың. Жылтырап бетің, ағып тұр ғой бетіңнен жағдайың. Қарамайсың ба жағдайың? Бәрін жасап қойдым ғой мен саған. Малдың жағдайы жақсы болса, бәріміздің жағдайымыз жақсы болады. Әлі түсінбейсің ба соны? Тамағың дайын ба? Дайын. Апкаш бәрі сөйлей бермей. Жаса сол малдың жағдайын. Ана ала сиыр туат бүгін. Сол сиырдың қасында қонасың бүгін. Родовой партнер боласың. Ерігіп отырып ал. Кеше ана саунада жақсы демалыс болды досым, рахмет. Саунадан шықтық қой, сендер былай кеттіңдер ғой. Мен казиноға тарттым ғой. 20 миллион шашып жіберіппін ғой. Таң ата келдім үйге. Ничего, брат, нормально. Ертең дада. Шеф, сізге біреу келіп тұр. Кім ол? Білмеймін, молда ма, біреу? Жоқ деп айтшы, мен жоқ деп айта аласың ба? Жоқ өйтіп айта алмаймын, жаңа сіздің кіргеніңізді көріп қойыпты ғой. Кірдеш мақұл, кірдеш. Жарайды. Досым, жарайды, мына жақта біреулер келіп тұрады. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Саламатсыз. Шаруаларыңыз оңды ма? Жақсы. Денсаулығыңыз жақсы ма? Шүкір, жақсы. Бәрекелді. Не шаруа? Жарайды, мынау уақытыңызды көп алмайын. Бірден іске көшейік. Біз мынау зекет жинап жүрміз. Не ол зекет деген? Зекет деген мынау садақаның бір түрі бұл. Садаға ма? Өткенде ана өздеріңіз адам басында 400 теңгеден дегеннен кейін отбасымның артынан бардым да, анау мешіттің жәшігіне 2000 теңге сап кеттім ғой. Дұрыс қой, ол бітір садақасы. Бұл зекет садақасы. Молдаға ақша жоқ қысқасы. Қиналмаңыз, беріп қойыңыз. Жолыңыз ашық болады, беріп қойыңыз. Не бір айтқан түсінбейсіз ба, молдаға? Мына жұмысшылардың өзіне айлығын тауып бере алмай отырмын. Ақша жоқ деген соң жоқ болды. Беріп қойыңыз, бұл мынау жетім жесірлердің ақысы бұл. Беріп қойыңыз. Жоқ деген соң жоқ. Ешкімге еш нәрсе бермеймін. Бересің. Бермеймін. Иттей болып бересің. Ертең менің орныма басқа біреулер келеді, сонда мамалап тұрып бересің. Одан да қазір бере сал. Кім келмекші, кім жібермекшін сен? Сен не маған адам жібермекшісің ба? Ертең авария болсаң, ГАИ келеді, ГАИға бересің. Үйің өртенсе, пожарныйға бересің. Ал енді үйің тоналса, милицияға бересің. Ауырып қалсаң, төсек тартып жатқанда врачқа бересің. Одан да қазір бере сал. Сол берекеттің бәрі келмей тұрып, қазір бере сал. Сенде. Алда кетші. Қоса көзіме көрінбейді. Лақтырмай бере. Мен үшін беріп атқан жоқсың.
өзіңнің амандығың үшін, дүниеңнің саулығы үшін беріп отырсың. Әкел бер ақшаны. Әкел бер. Ай бәрекелді. Ал, алақаныңыз жайыңыз, қолыңыз жайыңыз. Аллах, Құдай. Мынау кәсіпкер бауырымыздың өзіңнің жолыңа бергенін еселеп қайтар. Осында елімізде жомарт байлардың, жомарт кәсіпкерлердің көп болуын Алла нәсіп етсін. Аумин. Жақсы, мен қайттым. Ендігісін тағы беремін. Дайындап қой. Дада? Рұқсат берейін. Келіңіз. Саламатсыз, дәрігер. Саламатсыз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Айта беріңіз. Мынау. Әйелім аппендицит болып қалды. Мен сізді қай жерден көрдім? Тойдан көрген шығарсыз? Жоқ. Моншадан ба? Жоқ. Иә. Сіздің әйеліңіз аппендицит болған кезде операцияны мен жасадым ғой. Иә. Сол тағы да алдыңызға келіп қалдық. Тағы да сол аппендицит. Қалайша? Әйелім. Әйеліңіз ба? Иә, тағы да аппендицит болып қалды. Мүмкін емес. Қалай мүмкін емес? Жедел жәрдем әкеліп, сізге кіргізіп жіберді ғой. Врачқа жолдыңдар дәрігерге. Тез операция жасасын деді ғой. Тағы да аппендицит па? Тағы да аппендицит. Сіз не менімен әзілдесіп отырсыз ба? Жоқ. Біліп қойыңыз, денсаулықпен әзілдесуге болмайды. Ой, әзілдесіп тұрған жоқ. Тез десіңізші, доктор, болыңызшы тез. Кешіріңіз, бір адамда 2 аппендицит болуы мүмкін емес. Солай ма? Солай. Ал енді бір адамда 2 әйел болуы мүмкін ғой? Қалайша? Солайша? Екінші әйел болу? Тезден. Сыртта. Жүріп көрейін. Аппендицитті шығатындай не істеп отырсың? Не болды? Кім келді? Бірдеңе бітіріп келгенде қатырғандай жатсың ғой жүзде шәнейіп. Ой, жұмыстан шаршап келіп жатырмыз. Не болды? Сен ше өстіп форма кигеніңе мәз болып жүре бересің бе? Енді не істеймін? Беліме жапырақ байлап жүрейін ба? Жұмысты берген формасы. Біз қашан адам сияқты өмір сүреміз, Не, мал құсап қорада жүрсің ба? Адам сияқты өмір үйде тұрып жатсың ғой? Жұрттың қатындарының шубасы бар. Бәрі машина айдап жүр. Менің отырысым мынау. Осы формамен жүргеніңе 20 жыл болды. Әлі сержантсың. Тауып жатқан табысың жоқ. Бір айлыққа қарап отырмыз. Абыройың жоқ. Білесің ба? Сенен кейін келген жігіттерің қазір бұлай шылқып өмір сүріп жатыр. Қазір сені жұмсайды олар. Ұялмастан. Олардың әр қалада бір үйі бар. Қос машиналары бар. Жылда шетелге қыдырады. Не дейсің маған? Не деп бересің? Түсінбейсің ба? Не дейсің деген нес? Алмайсың ба сен де солар сияқты? Кетер! Олмайсың ба деп қойды ғой маған? Сен мені пара алуға, взятка алуға итермелеп жатсың ба? Қылмыс ол, статья. Ой, қатырадың сен. Алмайма, елге, халыққа, ата заңыма адал қызмет етемін деп уәде берген. Мен екі сөйлеуде қатын емеспін ғой саған. Алмайм. Міне дегенше 5 жылдың ішінде сен пенсияға шығасың ғой, білесің ба? Білеміз. Одан кейін де күн көру керек шығармыз? Не істеймеді? Оншақты қой алда, бақсай соны жылда төлдейді ғой. О, ақымақ қатын. Қайда бағам? Балконға бағам ба? Ваннаға бағам ба? Кухняға бағасын ба? Оншақты қой алда, ана ауылдағы жан досың Нұрка бар ғой, қойшы. Соған беріп қойсай, жылда төлдейді ғой. Да? Иә? Шынымен, Соған миың жетпей ма сенің? Молодец қатыне. Баяғыда неге ойламауың соны? Адал табыс қой, бұл адал жұмыс қой. Кеттім Нұркаға, оның қоя қырып істеймін. Кетті ана, шляпысы қисай ауылға. Бізді баға алмай отырып, мал бақпақшы ғой.
досым, ал Молодец. кешегі қойларымды алып келдім. досым, не милицияны қойып, қоймен айналысайын дедің ба? Ей, жоға, ертең 5 жылда пенсияға шығам ғой. Пенсияға шыққаннан кейін де өмір сүру керек адам, ойлау керек қатын. Атан қазақ айтады, 3 жылдығын ойламаған еркектен без дейді. Дұрыс па? Мен 5 жылдығын ойлап келіп тұрмын ғой. Өзің аманат енді, жақсылап қара енді. Баяндама. Иә. Жем шөпті өзім әкеп беріп тұрмын. Беріледі, ол беріледі. Суын, жемін, шөбін уақытылы беріп тұр. Аяма. Анау ше, мықты қошқарыңды қосасың ба, мақма? Мақма қисары ма, еділбай ма, мақма? Сол біреуін әкеп қосасың ғой. Мақма, ірі болсын, мақма. Сол себептен мына 5 жылдан кейін келем. 5 жылдан кейін келем да, осы жерден бір 320 қой алып кетуім керек қой. Қалайша? Енді ойласай, 10 қойға, ендігі жылы 10 қойын 20 қой болады, дұрыс па? Ал екінші жылы 20-ға 20-ны қоссаң 40 қой болады. Үшінші жылы 40-қа 40-ты қоссаң 80 болады. 80-ге 80 қос, 4-ші жылы 160 болады ал. Енді 5-ші жылы уже 160-қа 160 қоссай 320 болады ғой. 320 қойымды алып пенсияға шығып отырсам, менен бай адам жоқ. Құдай қаласа. Құдай қаласа, бұйыртқан. Досым, кеттің в общем. Мен сен түсіндім в общем. Жүр жаңа қатын шай дайындап қойып, бір шай ішіп кетсей жүр. Болды, да кеттік. Сары ғой. Сен ше, мен бұлан дейін камын деп сен ше, ол бүйтіп ломат сете берме, түсіндің ма? Ана қошқар келсе, нормально движение жасайсың ғой. Жақсы, кетме, қойларым, давай, красавицалар. Давай, давай. Ассалаумағалейкум. Досым, ассалаумағалейкум. Досым, қалайсың? Жақсы ба? Жақсы, Құдайға шүкір. Қалай досым, жағдайың жақсы ба? Жақсы, шүкір. Аман есен ба? Шүкір. Пенсияға шығып. Пенсияға шықтым ба? Шығып, аман есен. Міне енді нағыз өмір басталады. Қалай, өзің қалайсың? Жақсы, шүкір Аллаға. Қойларың қалай? Қойларың барлығы жақсы, аман. Жүр. Досым, жүр шай дайын тұр. Шай ішіп алайықшы. Жүрші. Ой, шай ішеміз ғой, бір қойларымды көріп, бір тоқ көңілмен ұрып ішейінші. Досым, шай суып қалады қазір. Жүрсе шай ішіп алайық. Суыса суып қалады. Қойларым сарып келді ме? Дос. Қалай айтам? Шай дайын тұр. Мынау менің қойларым ба? Өткенде сен айдап келген 10 қой ғой. Қалған айда? Қандай қалған? Қалған 310 қойым қайда менің? Енді өзіңнің ақ келген 10 қойың тұр ғой, мұны көріп тұрсың ғой. Жем шөбін бермедің ба? Бердім ғой, сен жіберген жем шөптерді беріп тұрдым ғой. Қошқар салмадың ба? Ой, салдым, қошқарларды да салдым. Неге көбеймейді бұл? Досым, общем, былай болды ғой. Өткенде сен бар ғой, полицияның милицейский формамен бекер айдап келдің бар ғой. Неге? Гражданский осындай гражданский формамен айдап келмейсің ба? Какая разница он? Соны біліп қойды ма милиция екеніңді? Қошқарларым жақындамай қойды ғой сен қойыңа. Неге? Білмеймін ғой, әйтеуір милицияның қойы деп бәлеге қаламыз деді ма? Зорлады деп ертең заявление жазып жібереді деді ма? Ешқайсы жақындамай қойды ғой қошқарларым. Сөзің бар болсын, сенің бар ғой, досым. Маған бәрі айтып еді, біреудің қолында біреудің мал көбеймейді деп. Кім? Сенің малың нормально көбейіп жатыр ма, қорада тұр ғой. Менің малым неге көбеймейді? Не бәлең бәрі өзіңнен, или жем шөп бермедің, или нормально қошқар саған жоқсың. Сен де кластаса батпақтан ақ істеп аламын. Досым, қарадың ба?